Айсұлу келін болып түскенде ауыл түгел сүйсінді. Инабатты, сыпайы, күлімдеп сөйлейтін қыз еді. Енесі Күләшта. Құдайыма шүкір, ақылды келін келді деп қуанып жүрді. Алғашқы айларда бәрі жақсы болды. Айсұлу үйдің тірлігіне мығым, шайын беріп, дастарқанын жайып, үлкенге ізет көрсетіп жүрді. Күйеуі Нұржан да әйелін ерекше жақсы көретін. Бірақ уақыт өте бір әдет байқала бастады. Айсұлу төркініне жиі қатынайтын болды. Басында ешкім мән бермеді. Қыз бала ғой, сағынат деді Күләш апа. Бірақ кейін үйдегі заттар азая бастады. Бірде жаңа көрпе жоқ, бірде ыдыс, бірде соғымның еті кеміп қалады. Келін, анау үлкен кастрюль қайда? Деді бір күні енесі. Анашым, әпкеме уақытша бере тұрдым келесіде. Май қайда? Төркін жаққа салып жібердім, жағдайлары қиын екен. Нұржан алғашында үндемеді. Бірақ ай сайын тапқан ақшасы жетпей қалатын болды. Үйге алған дүниесі байқатпай басқа үйге кетіп жатты. Бір күні Нұржан жұмыстан ерте келіп келіншегінің телефонмен сөйлесіп отырғанын естіп қалды. Уайымдама, мама, ертең Нұржан ақша келеді. Мен бір амалын табамын, осы сөз жүрегіне қадалды. Сол кеште ол үндемей отырды. Не болды? Деді Айсұлу. Мен саған жетпей жүрмін бе? Олай деме, онда неге біздің үйдің несібесі үнемі басқа үйге кетеді? Айсұлу ренжіп қалды. Ол менің атанам ғой. Иә, атанаң. Бірақ сен енді осы үйдің де келінісің. Берекені екіге бөлсең, ешқайсысына жетпейді. Сол күннен кейін үйде суықтық басталды. Ене мен келіннің арасы алыстап, Нұржан да бұрынғыдай күлімдемейтін болды. Бір күні Күләш апа дастарқан басында жай ғана. Қарағым, төркінді сыйлау жаман емес. Бірақ өз ошағыңның отын өшіріп барып, басқа үйге жылу апарсаң, ол жақсылық болмайды деді. Осы сөз Айсұлудың жүрегіне тиді. Сол түні ол үйді қарап шықты. Тоңазытқыш жартылай бос. Нұржанның тозып кеткен күртесі ілулі тұр. Ал өзі кеше ғана төркініне қымбат көрпе апарып берген еді. Кенет өзісіне сырттан қарағандай болды. Ертеңіне ол төркініне барды. Мама, мен енді бәрін таси бермеймін. Әуелі өз шаңырағымды түзеуім керек деді. Анасы үнсіз қалды. Сол күннен бастап Айсұлу өзгерді. Үйдің берекесін сақтауға тырысты. Нұржанды қайтадан жадырай бастады. Күләш апа бір күні келініне риза болып. Нағыз әйел екі үйдің ортасында от жақпай, бір шаңырақты шайқалтпай ұстайтын әйел деді. Сонда ғана Айсұлу әйел бақытының төркінге дүние тасумен емес, өз ошағының берекесін сақтаумен келетінін түсінді.